Назар аударыңыз, ұлттық тестілеу орталығының сайтында ұбт тапсыруға өтініш беру үшін тіркелмес бұрын сізге мобильді азаматтар базасында тіркеуден өту қажет. Бейне қоңырау қызметін тек мобильді азаматтардың базасына тіркелу үшін қолданыңыз. Басқа сұрақтар бойынша келесі қызметтерді пайдаланыңыз. Электрондық үкімет Telegram бот порталы, Facebook мессенджердегі бот, ВКонтактедегі бот. Мобильді азаматтардың базасында не үшін тіркелу қажет? Мобильді азаматтардың базасына тіркелу сізге халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтықтан алуға мүмкіндік береді. Мобильді азаматтар базасында тіркелу үшін не қажет? Компьютер, смартфон немесе планшет, веб-камера, интернетке қосылу, жеке куәліктің түпнұсқасы, SMS хабарламасын алу мүмкіндігі бар ұялы телефон нөмірі. Бірінші қадам. egov.kz сайтына кіріп, төменгі оң жақ бұрышында виртуалды ассистент виджеті пайда болады. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Екінші қадам. Виджетке басуы арқылы оны ашу. Кейіннен өзіңізге қолайлы қазақ немесе орыс тілді таңдау керек. Үшінші қадам. Тілді таңдағаннан кейін бейнекамера түріндегі белгішені басу. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Сіздің браузеріңіз egov.kz сайтына веб-камераға және микрофонға рұқсат беруі керек. Берілген қалпына келтіру құрылғылары сіз қолданатын браузерге байланысты. Төменде Mozilla, Firefox, Google Chrome және Safari браузерлеріне арналған сілтемелер бейне камера мен микрофонды реттеу үшін көрсетілген. Төртінші қадам. Бейне қоңырау жасау үшін бейне қоңырау батырмасын басу керек. Осы батырманы басқаннан кейін сигнал желіде орналасқан бейне операторларға түседі. Бірінші бос болған оператор сіздің сауалыңызды қабылдап, сізден келесі деректерді ұсынуыңызды сұрайды. ЖСН, жеке куәлік нөмірі, мобильді азаматтар базасында тіркелуге қажет ұялы телефон нөмірі. Назар аударыңыз, сіз осы нөмірдің иесі болуыңыз шарт. Себебі онда мобильді азаматтар базасында тіркеуді аяқтау үшін операторға ұсынылатын SMS-код келіп түседі. Бесінші қадам. Мобильді азаматтар базасында сәтті тіркелгеннен кейін ассистентті жабу батырмасын басу арқылы оператормен сөйлесуді аяқтау қажет. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Тестілеуге өтініш беру үшін сізге ent2020.testcenter.kz сайтына кіріп, тіркеуден өту қажет. Алдымен өзіңізге ыңғайлы интерфейс тілін таңдаңыз, қазақ немесе орыс. Сайтта авторизациядан өту үшін логин мен құпия сөз жіберілетін электрондық поштаңызды енгізіңіз. Көрсетілген поштаға сізге есепке алу деректері жіберіледі. Логин мен құпия сөзді енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Егер сізге хат келмесе, спам болмасын тексеріңіз. Егер тіркелуден қиындықтар туындаса, ұлттық тестілеу орталығының қолдау қызметіне 8-80-71-77 телефоны немесе info@testcenter.kz поштасы арқылы хабарласыңыз. Сайтта авторизациядан өткеннен кейін сізге жеке тұлғаңызды растау керек. Ол үшін сізге жеке тұлғаны растау батырмасын басу қажет. Назар аударыңыз, сіздің жеке тұлғаңызды сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы, Қазақстан Республикасының төлқұжаты немесе жеке куәлігі және ноутбукта немесе компьютерде, смартфон немесе планшетте жұмыс веб-камерасының болуы талап етіледі. Назар аударыңыз, егер сіз 18 жасқа толмасаңыз, сіздің ата-анаңыз немесе заңды өкіліңіз Digital ID-ге тіркеліп, жеке тұлғасын растауы тиіс. Құжатпен толтырып, содан кейін тестіленушінің ЖСН енгізіп, кәмелетке толмаған баланың тіркелуіне келісім беру керек. Назар аударыңыз, сіздің заңды өкіліңіз ата-анаңыздың келісімін беру үшін ол dit.gov.kz сілтемесі бойынша өтіп, Digital ID-ге тіркелу қажет болады. Егер сіздің заңды өкіліңіз сіздің жаныңызда болмаған жағдайда, ол сілтемені қолжетімді байланыс құралдары арқылы жіберіңіз. Дербес деректер туралы заңның 10 бабына сәйкес, кәмелетке толмаған жағдайда жеке тұлғаның дербес деректерді өңдеуге келісімін алу немесе оның күшін жою оның заңды өкілі арқылы жүзеге асырылады. Digital ID-ге тіркелу. Тіркеуді бастау үшін өзінің Digital ID жасау батырмасын басыңыз. Телефон нөмірін енгізіңіз. Осы нөмірге сізге бір реттік код жіберіледі. Құпиялылық саясатын және пайдаланушы келісімін белгілей отырып, пайдалану шарттарын қабылдаңыз. SMS кодын енгізіңіз. Хабарлама 1 минут ішінде келеді. Егер сіз SMS алмаған болсаңыз, нөмірдің дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіп, қайта жіберу сілтемесін басыңыз. Бейне сәйкестендіруден өтіңіз.
Сіздің жүзіңіз айқын көрінетініне көз жеткізіңіз. Бейне тест нұсқаулықтарын орындаңыз. Егер бейне сәйкестендіру бірінші рет сәтсіз болса, осы әрекетті қайталаңыз. Пин-код орнатыңыз. Digital ID-ға жылдам қол жеткізу үшін 4 санды енгізіңіз. Пин-кодты қайталаңыз. Қарапайым комбинацияларды, мысалы 11-11 қолданбауға тырысыңыз. Сіздің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігі сіздің қолыңызда. Жеке тұлғаңызды растаңыз. Жеке куәлігіңізді немесе төлқұжатыңызды фотоға түсіріңіз. Сондай-ақ құжаттың скан нұсқасын дискіден жүктеуіңізге болады. Жеке куәлікті таңдағанда құжаттың екі жағын фотоға түсіру керек. Танылған ЖСН-нің дұрыстығын тексеріңіз. Егер жүйе дұрыс таныса, деректердің анық екендігін растаймын белгісін қойып, деректердің дұрыстығын растаңыз және жіберу батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Егер деректер танылмаса немесе бұрыс танылса, ЖСН-ді қолмен теріңіз. Содан кейін деректердің анық екендігін растаймын белгісін қою арқылы деректердің дұрыстығын растап, жіберу батырмасын басыңыз. Тіркеу аяқталды. Құттықтаймыз. Сіз Digital ID-де сандық бейін жасап, тұлғаңызды растадыңыз. Тіркелгеннен кейін сізде деректердің ұлттық тестілеу орталығына жіберілгенін растайтын терезе ашылады. Егер сізде бұл терезе көрінбесе, әрекеттер тарихы қосымша бетіне өтіп, ұбт-ға өтініш қабылдау қызметіндегі жалғастыру батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Жеке тұлғаңызды растау кезінде сұрақтарыңыз болса және техникалық қиындықтар туындаса, Digital ID қолдау орталығына 1414 нөмірі бойынша хабарласу қажет. Кәмелетке толмаған баланы Digital ID-де тіркеуге келісім беру. Егер сіз 18 жасқа толған және тестілеуге қатысуға өтініш берген тестіленушінің жеке деректерін растайтын заңды өкілі ата-анасы болсаңыз, онда сіздің Digital ID жеке кабинетіңіздегі құжаттар бөліміне баланың ЖСН-ін қосуыңыз керек. Деректерді толтыру кезінде сіз өзіңіздің балаңыздың ЖСН және атын көрсетуіңіз керек. Сонымен қатар пайдаланушы келісімі мен құпиялық саясатымен келісіміңізді белгі қою арқылы растауыңыз керек. Назар аударыңыз. Жеке кабинетте сіздің өзіңіздің кәмелетке толмаған бірнеше балаларыңыз үшін тіркеу келісімін бере аласыз. Назар аударыңыз. Сіздің заңды өкіліңіз, ата-анаңыз жеке кабинетінде сіздің ЖСН-ді енгізу арқылы келісімін бергеннен кейін, жеке тұлғаңызды растау үшін Digital ID-мен тіркеуді бастауға болады. Осы нұсқаулықтың 5 тармағын қараңыз. Назар аударыңыз. Егер сіз 18 жасқа толмаған болсаңыз және заңды өкілдің ата-ананың келісімінсіз Digital ID-мен тіркеуді бастасаңыз, жеке басын куәландыратын құжатты жүктеу сатысында қате пайда болады. Сіздің Digital ID бейініңіз уақытша бұғатталады. Оны ашу заңды өкіліңіздің, ата-анаңыздың Digital ID жеке кабинетінде сіздің ЖСН-ді қосқаннан кейін автоматты түрде жүзеге асырылады. Әрі қарай сіздің ЖСН бойынша ұлттық білім беру деректер базасында тексеріс жүргізіледі. Тестілеуге өтініш беруді жалғастыру үшін тестілеу тілі, ағылшын тілінен халықаралық сертификат бар болған жағдайда, байланыс телефон нөмірі сияқты қосымша ақпаратты толтыру қажет. Назар аударыңыз. Егер сіздің деректеріңіз ұлттық білім беру деректер базасында табылмаса, info@ayquloqtestcenter.kz поштасы немесе 8-80-80-71-77 телефон арқылы ұбт қолдау қызметіне хабарласыңыз. Құттықтаймыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу туралы өтінішіңіз қабылданды. Назар аударыңыз. Тестілеу аяқталғанға дейін сандық сәйкестендіру жүйесінде өзіңіздің және ата-анаңыздың бейінін жоймаңыз. Тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған затпен анықталған түсуші сол тестілеуге жіберілмейді және ағымдағы жылы ұбт тапсыру мүмкіндігінен айырылады. Тестілеу барысында аудиторияда тыйым салынған затпен анықталған тестіленушінің нәтижесі жойылады және ағымдағы жылы ұбт тапсыру мүмкіндігінен айырылады. Тестілеуге өз орнына бөтен тұлғаны кіргізуге талпынған түсушілерге ағымдағы жылы ұбт тапсыруға рұқсат етілмейді. ұбт аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін бейне бақылау жазбалары талданады. Түсушінің тыйым салынған заттарды пайдаланған анықталған жағдайда, оны ұбт мен білім беру грантын тағайындау конкурсының нәтижелері жойылады.